түзу сызықтың графигін қалай сызамыз? Бізге мында берілген мәліметтерден қарап, біз мына түзу сызықты жылжыту керекпіз, және де оның x тең 4 болғандағы мәнін табу керекпіз, және оның теңдеуін жазу керек болған. Мына жерде бізде көл бөлігі -1-ге тең, және ордината осінің қиюы 3-ке тең дейді. Яғни бұл жерде біз білеміз, егер ол ордината осының, ордината осі дегеніміз y осі, оны 3-те қиятын болса, біз оны мерде көкіліктен 3-ке апарамыз. Мерде 0 болса 1, 2, 3-ке алып барамыз. Сосын көл бөлігі -1 дейді. -1 деген сөз ол 3-тің қасынан 10-ға бір қадам және төменге бір қадам. -1 деген сөз 10-ға бір қадам және төменге -1 қадам деген сөз. Яғни ол кемелі функция болады. Біздің түзу сызықтың графигі осылай жазылады. Енді x тең 4 болған кезде 4-те біздің графигіміз -1-ге тең болады. Яғни біз мұнда -1 деп жазамыз. Енді теңдеуі қалай болады бізде мына жерде? Теңдеуі y тең болады. Біздің көл бөлігіміз -1 ғой, значит -1x, яғни 1 жазсақ та болады, -1x, және де қосылған ордината осінің қай жерде қиятын болса, всегда ол бізде kx плюс b ғой, b тең болады 3-ке болады. Міне, сонда біздің теңдеуіміздің түрі осылай болады. Тексеру батырмасын басамыз. Мына жерде міне дұрыс дейді бізге. Дұрыс, шешуі x тең 4 болған кезде -1-ге тең екен, мен теңдеуін дұрыс жаздық. Келесі жаңа есепті сізге берем. Комментарияға есептің жауап жаза кетіңіз. Жаңа есеп, бұл жерде сіздерге көл бөлігін ордината осінің қайда қиып тұрған және де теңдеуін комментарияға жаза кетіңіздер.